Вампир бар. Көп адамдар ойлағандай тірі жан емес. Адам баласымен салыстырғанда олардың денелері суық және бет әлпеттері ақшылдау, тістері олардың үшкірлеу. Қан – вампирлардың күш қайнар көзі. Вампир қан ішпесе оның күші азая бастайды. Вампир күннің шуағын жек көреді. Күннің шуағы олардың денелеріне тигенде олар бірден күлге айналады. Терісіне қасиетті су тигенде олардың денелеріне қышқыл тамызғандай қатты күйдіреді. Күштеріне келетін болсақ, олардың күші адамдардікінен бірнеше есе үлкен. Мысалға алатын болсақ, олар теректі тамырмен бірге жұлып алуға күштері жеткілікті. Үй жануарлары оларды сезгенде үлкен үрей туғызады. Вампирлердің құрбанына айналған адамдар вампирге айналады. Бұл тек вампир туралы кішкентай ғана мағлұмат. Болашақта мен вампир туралы толық мағлұматтарды айтып беруге тырысамын. Сіздерге рахмет. Бұл бейнеролик ұнаса лайк бас, менің арнама тіркел, және менің ВКонтактедегі, Инстаграмдағы парақшама тіркеліңдер. Сілтеме бейнеролик астында. Көріскенше, қайырлы түн.